Әлихан Смайылов Евразиялық экономикалық одақпен арадағы сауда-саттық айналымы 17 миллиард доллар болды дейді. Премьер айтқан дерек рас па? Бірге зерттейік. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. Құрметті көрермен, тақырыпты бастамас бұрын лайк басып каналға жазыл. Бұл әрекет YouTube'тағы басқа да көрермендерге біздің видеоларымызды көруге мүмкіндік береді. Қарапайым халықтың ақшасы қайда кетіп жатқанын ел білсін. Премьер-министрдің үкімет аралық кеңесте келтірген дерегі мынау. Сыртқы сын-қатерлерге қарамастан, Қазақстанның Евразиялық экономикалық одақ елдерімен өзара сауда-саттығы осы жылдың 8 айында 17 миллиард доллардан асты. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 5%-ке артық. Премьер-министрдің сөзі шын, себебі статистика бюросының дерегіне сай, 2022 жылдың 8 айындағы Қазақстан мен экономикалық одақ елдері арасындағы сауда-саттық айналымы 17,2 миллиард доллар болған. Ал бұл көрсеткіш өткен жылдың дәл 8 айындағы көрсеткішке қарағанда өсім 4,5%-ке тең. Енді келесі мәлімдемемен таныссақ. Жалпы, бірлестік құрылған сәттен бастап, Қазақстан одақ елдеріне өңделген өнімнің экспортын 64%-ке ұлғайтты. Премьеріміз деректен шатасқан. Одақ 2015 жылдан бастап жұмыс істей бастады. Ол жылы экспорт көлемі 24,4 миллиард доллар болса, 2021 жылы бұл көрсеткіш 47 миллиард долларға жеткен. Яғни экспорт 92%-ке өскен. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда.